Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода қарастыратын тақырыбымыз бұл топтауын анализі, яғни қазақша айтқанда жоғарыдан бастап төменге дейін талдау жасау немесе анализ жасау болып саналады. Қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, жоғары деп отырғанымыз бұл үлкен таймфреймнен бастап кіші таймфреймге дейін анализ жасап, яғни үлкен таймфреймде контекст құрып аласыз, және ортаңғы таймфреймде сол контекстті растайсыз, және кіші таймфреймде позицияға кіретін боласыз. Енді толығырақ графиктен мысалдар арқылы сіздерге түсіндіріп өтейін. Мысалға бізде қазір күндік таймфреймді көріп отырмыз. Жалпы күндік таймфреймді неге мен алып отырмын? Бұны мен үлкен таймфрейм ретінде қолданам. Егер сіз 5 минуттық немесе 1 минуттық, 15 минуттық таймфреймдерді қолданатын болсаңыз, сізге ең тиімді таймфреймдер, үлкен таймфреймдер ол күндік немесе апталық. Ал егер айлық таймфреймге өту керек болса, онда сізге одан 15 минуттан жоғары таймфреймдерді қарау керек болады. Мысалға 1 сағат деген сияқты. Енді қазіргі мысалымда мен тек қана 5 минут, 1 минуттық таймфреймдерді қолданам. Сондықтан қазір тек графиктен күндік таймфреймді көріп отырсыздар. Енді біз күндік таймфреймнен ең бірінші мақсатымыз нарратив тауып алу. Яғни нарративте отырғанымыз бұл контекст. Көріп отырғандарыңыздай бізде үлкен таймфреймдегі бағаның тенденциясы восходящий, баға өсіп бара жатыр. Және келесі қозғалысқа қарайтын болсақ, бізде баға дәл осы тұрған старый максимумға оценка жасағанын көріп отырмыз. Яғни осы жерге девиация жасаған баға кейін диапазонда жабылғанын көруге болады. Яғни buy side liquidity-сіне баға оценка жасады, кейін сол диапазонның ішінде жабылды. Бұл енді бізге бағаның жаңағыдай толыққанды разворот жасап жатыр, төменге қарай кетеді деген сөз емес. Шынымен де баға разворот жасап жатқан білуіміз үшін үлкен таймфреймнен кіші таймфреймге өтуіміз керек. Яғни ортаңғы таймфреймге өтетін боламыз қазір. Мынау бізде күндік таймфрейм болса, шамамен 1 сағаттық таймфреймге өтеміз. Енді біз бірінші бағаның разворот жасайтынына нарратив құрып алдық, яғни біздің контекстіміз баға осы максимумға свип жасаған, енді ары қарай ол разворот жасауы мүмкін, себебі диапазонда жабылған. Енді артқа қарай қай жерде бізде баға поддержка алып өсіп кетуі мүмкін аймақтарды белгілеп алуымыз керек. Мына жақта бізде тек қана осы ордер блок зонасын көріп отырмыз. Баға дәл осы жерден өсіп кетуі мүмкін. Мысалға жерлерге қарайтын болсақ, бізде ешқандай имбаланс та жоқ, тағы басқа бір интересный зоналарды байқап тұрған жоқпыз, тек ордер блоктан басқа. Ал бізде имбаланс зонасы ол осы аймақта. Енді бізде екі мақсатты уровень бар, яғни сол аймаққа дейін біз кіші таймфреймде позицияға кірсек болады. Оның біріншісі дәл осы sell side liquidity, яғни мына аймақта ешқандай имбаланс көріп тұрған жоқпыз, сондықтан баға еш кедергісіз осы имбалансқа, осы sell side liquidity-сіне барады деп ойлаймын. Кейін бізде осы аймақта имбаланс бар, оны да белгілеп қойық. Баға дәл осы имбалансқа да бару мүмкін, себебі мына аймақтарда ешқандай имбаланс жоқ, баға разворот жасап кететін, сондықтан осы ликвидность шешіп, кейін екінші баратын аймағы дәл осы имбаланс болуы мүмкін. Енді біз үлкен таймфреймнен нарративті құрып алдық, контекст тауып алдық. Енді соны растау үшін бізге үлкен таймфреймнен ортаңғы таймфреймге өту керек. Мінекей біз күндік таймфреймнен 1 сағаттық таймфреймге өттік. Енді бұл жақтағы біздің мақсатымыз ол тағы да бағаның подтверждениесін күту, яғни структураның өзгергенін күтіп, үлкен таймфреймдегі нарративімізді растау. Қазіргі уақытта біз ешқандай да структураның өзгерісін көріп тұрған жоқпыз, себебі баға дәл осы маңызды уровеньге пробой жасамаған, тек қана жерде манипуляциялық қозғалыс болған, немесе свип жасаған. Сондықтан бұл жердегі қозғалысты біз толыққанды структураның өзгерісі деп айта алмаймыз. Бізге екінші подтверждение керек болады, яғни соны күтеміз. Мінекей көріп отырғандарыңыздай бізде баға дәл осы минимумға пробой жасады, бірақ тағы да свип жасаған көріп отырмыз. Бірақ мен сонда да трендтің өзгергеніне толықтай сенімдімін, себебі баға келіп дәл осы маңызды уровеньге свип жасағаннан кейін жоғары қарай өскенін көріп отырмыз агрессив түрде, бірақ өкінішке орай ол осы старый максимумнан аса алмады. Яғни осы жер бізде сильный максимум болып қалатын болды. Содан кейін баға кері қайтып осы минимумдағы стоптарды алған болады. Енді екінші подтверждение, яғни трендтің өзгергеніне ол осындай линиялық қозғалыс. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, бірінші мысалда баға келді, кейін осы минимумға пробой жасай алған жоқ. Осы жерден разворот алып
кетіп қалғанын көріп отырмыз. Ал екінші рет қайтып келген кезде ол дәл осы минимумға пробой жасады. Бұл бізде шынымен де толықтай трендтің өзгергенін растайды. Енді біз ортаңғы таймфреймде тұрық. Бұл жақтан да біз тағы да қосымша контексттер тауып, кіші таймфреймге өтсек болады. Яғни 5 минуттық таймфреймге кіріп позиция ашсақ болады. Бұл жердегі біздің мақсатымыз кіші таймфреймге өту, ол рискті азайту. Яғни мысалға сіз мына таймфреймнен кіретін болсаңыз, мүмкін баға дәл осы минимумды жаңартып, ары қарай разворот жасап өсіп кетуі мүмкін. Немесе мына аймақтарға келіп, баға осы ликвидностьтерді шешіп, осы жерден разворот алып, өсіп кетуі мүмкін. Сондықтан біз 3 таймфреймді пайдаланып отырмыз. Біріншісі ол күндік, сосын 1 сағаттық. Кейін осы 1 сағаттан да тағы бір нарратив құрып аламыз, контекст құрып аламыз. Содан кейін 5 минуттық таймфреймге кіріп, ол жақтан да подтверждение алып, позицияға сол жақтан кірсек болады. Негізі 1 сағаттан да кірсеңіз болады. Бұл жақта да бізде подтверждение бар. Дәл осы аймақтан, осы имбаланстан, дәл осы fair value gap аймағынан шорт позицияға кірсеңіз болады. Бірақ біз топ-даун анализ болғандықтан келесі таймфреймге өтуіміз керек. Енді 1 сағаттағы біздің контекстіміз қандай? Ол осы имбаланс зонасынан бізде баға разворот жасауы мүмкін. Және екінші сопротивление аймағы ол дәл осы қарама қарсы жабылған бычий свечаларды баға пробой жасаған болатын. Ең алғашқы ашылу бағасынан баға пробой жасап төменге қарай жабылған болатын. Біз енді 1 сағаттық таймфреймдегі интересный пой зоналарды анықтап алдық. Енді келесі цельдарды анықтау керек, яғни мақсатты уровендерді. Бірінші мақсатты деңгей ол осы ликвидность. Осы жерде екінші мақсатты деңгейіміз бар, ол sell side liquidity немесе equal low. Яғни бұл жерде равный минимумдарды көруге болады. Егер біз кіші таймфреймнен подтверждение алатын болсақ, осы 2 уровеньге дейін шорт позиция қарасақ болады. Мінекей біз енді ең шешуші таймфреймге келген болатынбыз. Бұл жақта біз енді позиция кіреміз және 1 сағаттық таймфреймдегі контекстті растайтын боламыз. Енді бұл 1 сағаттық таймфреймдегі имбаланс зонасы және қарама-қарсы жабылған ордер блок зонасын көріп отырмыз. Сонда баға келіп тест жасаған, бұрын тағы да тест жасаған, және бұл манипуляциялық қозғалыс болып, осы жерде барлық стоптарды тазартқаннан кейін баға қайтадан келіп структураны өзгертіп жатыр. Және бізде нарықта екінші өзгерген структура ең высоковероятный қозғалыс болып саналады. Яғни осы екінші рет структура өзгергеннен кейін бізде баға өте белсенді түрде, агрессив түрде қозғалатын болады. Еш манипуляциясыз. Енді біз 5 минуттық таймфреймнен 1 сағаттық таймфреймдегі растауды алдық. Себебі мына жерде бірінші рет баға қайтадан келді, бірақ свип жасады, тағы да бізде подтверждение жоқ. Сосын екінші рет барып, дәл осы максимумнан бізде баға сопротивление алып, төменге қарай кетіп қалғанын көріп отырмыз. Осы жерде бізде уже екінші рет нақты структураның өзгергенін көре аламыз. Кейін дәл осы бычий свеча бізде имбаланс қалыптастырды, тағы 5 минуттық таймфреймде. Осы зона бізде енді біз үшін позиция кіретін аймақ болып саналады. Дәл осы жерден біз позиция кіреміз, себебі толықтай контексттер расталды. Стопты дәл осы қорғалған максимумның үстіне қоямыз. Ал take профитімізді осы sell side liquidity-не орналастырамыз. Енді ары қарай біз бағаның отработка жасағанын күтеміз. Мінекей бізде баға бірінші take профитімізге жетті. Енді біз take profitті алыстатсақ болады, немесе екінші take profit орналастырсақ болады осы sell side liquidity-не, немесе равный минимумдарға қарай, және бұның да отработкасын күтеміз. Мінекей бізде баға 2 take профитімізге, яғни 2 маңызды уровендерге толықтай жеткен болатын. Сіздерді осы сабақта топ-даун анализімен, яғни жоғарыдан бастап төменге дейін анализ жасау тәсілімен таныстырған болатынмын. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар және арнаға жазылыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.